Жас ақын мүшәйра халықаралық байқауларының жеңімпазы, үздік ақын номинациясының иегері, Қазақстан Республикасының алтын кітабы, 100 жаңа есімі республикалық байқауларының жеңімпазы, Қазақстан авторлар қоғамының мүшесі Кенжебек Дулатбек және жас журналист Қолтаңба газетінің редакторы, Шалқар радиосының жүргізушісі Әзімбек Қойлыбай кітапханамызға арнайы ат басын бұрып, кітапханашылардың бүгінгі таңда атқарып жатқан еңбектеріне тоқталып, оқырмандарына көрсетіп жатқан жұмыстарына алғыс айтып, ризашылығын білдірді. Адам болып туу оңай, адам болып қалу қиын деп Хакім Абай айтқандай, адам болмысын сақтап, тәрбие көріп, өнегелі, көрегенді екендігін көрсетіп, кітапхана басшысына сәлем беріп, кішілік танытты. Жақын арада ауқымды таралыммен жарыққа шығуға дайын кітаптарын кітапхана қорына сыйға тартуға уәде берді. Кітапханамыздың 45 жылдық мерейтойымен құттықтауды да ұмытпады. Жүрек жарды тілек лебіздерін жеткізді. Құрметті Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының ұжымы, ардақты ардагерлер, сіздерді 45 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Әр алған басқан қадамдарыңызға тек қана табыс, сәттілік тілейміз. Әбіш атамыздың адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деген асыл сөз, асыл мұрасының турасында көптеп еңбек етіп жатсыздар. Сіздердің еңбектеріңіз күллі қазақ жұртшылығына, күллі өскелең ұрпақ үшін өте бағалы, өте қастерлі. Сондықтан тек қана жақсылық, табыс отбасыларыңызға амандық, шаттық, береке тілеймін. Мерекелеріңізбен. Құрметті Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының ұжымы, осы кітапхананың үстінен түзу шығарып, әрбір шегесінің орнын қадағалап, кітаптарды оқырмандарға ұсынып, қызмет көрсетіп жатқан барша біздің ардақты еңбекқор апайларымызға, ағайларымызға 45 жылдық қызметтеріңіз, мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Осы халықтың, жасөспірімдердің, Шымкент қаласындағы жасөспірімдердің сауатын ашып, таным көкжиегін кеңейтіп, қорларыңыздағы әдемі кітап түсініп, оларды әртүрлі іс-шараларда ұйымдастырып, шақырып, таланты болса жаңа қырымен ашып, танытып жүрсіздер. Оның әрқайсысы әрбір жас буынның, жасөспірімнің болашақта өсуіне, өркендеуіне деген қосқан үлестеріңіз. Сол үлестеріңіз, сол еңбектеріңіздің зейнетін көре беріңіздер. Әрдайым тек қызметте табыс тілейміз. Отбасыларыңыз аман болсын деймін.